Hello, баршаңызға сәлем. Ағылшын тілінде can деген модальды етістік бар. Can деген бірінші мағынасы, яғни қабілет, адамда бір қабілет болуы мүмкін. Сонда біз can деген етістікті қолданамыз. Мысалы, I can speak 4 languages. Мен 4 тілде сөйлесе аламын. Және offer ұсыныс. Can I help you? Мен сізге көмектесе аламын ба? Яғни ұсыныс білдіресіз, және possibility, яғни мүмкіндік. Smoking can cause cancer. Мағынасы шылым шегу ісік ауруын тудыруы мүмкін. Мүмкіндік, яғни мүмкін. Және request, яғни сұраныс, сұрау бір нәрсені. Can you hand me the pen? Сіз маған қаламды бере аласыз ба? Cannot, яғни мүмкін емес, рұқсат етілмейді. You can't smoke here. Сіз осы жерде шылым шеге алмайсыз, сізге рұқсат етілмейді дегенді білдіреді. Permission, рұқсат сұрау. Can I use your book, please? Сіздің кітабыңызбен қолдансам бола ма? Өтінемін деген сұрақ қолданамыз. Сұрақ ретінде қолданамыз. Can модальды етістігі болымды түрін айттық. Can және болымсыз түрі cannot. Can-ге біз not деген қосымша жалғап, қысқаша түр can't, болымсыз түрін жасаймыз. Mike can swim. Mike жүзе алады. Немесе Mike can't swim. Mike жүзе алмайды. I can draw. Мен сурет сала аламын. I can't draw. Мен сурет сала алмаймын. She can speak English. Ол ағылшынша сөйлей алады. She can't speak English. Ол ағылшынша сөйлей алмайды. Яғни бірінші зат есімнің бірінші, екінші, үшінші жағы және көпше түрінде де can, can't болып келе береді. Сұраулы сөйлем can етістігі ол зат есімнің алдына шығады. Мысалы, can she ski? Ол шаңғы тебе ала ма? Қысқаша жауап берсек, yes, she can. Яғни, ол шаңғы тебе алады деген сөз. Can they speak English? Ол ағылшынша сөйлей ала ма? Yes, they can. Олар ағылшынша сөйлей алады. Немесе no, they can't. Жоқ, олар ағылшынша сөйлей алмайды деген сөз. Және can you ride a horse? Сіз немесе сен атқа міне аласыз ба? Yes, I can. Егер атқа міне алмайтын болсаңыз, атпен жүре алмайтын болсаңыз, онда no, I can't деп жауап бересіз. Can Paul swim? Пол жүзе ала ма? Yes, he can. Жүзе алады. No, he can't. Жоқ, жүзе алмайды дегенді білдіреді. Сонымен қорытылайтын болсақ, can модальды етістігі мүмкіндік, немесе мен бір нәрсені істей аламын, менің қолымнан келеді. Мүмкіндік дегенді білдіреді. Екінші жағынан рұқсат сұрау ретінде, немесе жаңағы бір нәрсеге тыйым салу. Сол кезде біз осы can етістігін қолданамыз. Мысалы, жаңа айтып кеткенде I can run very fast. Мен тез жүгіре аламын, жылдам жүгіре аламын. He can speak French. Ол французша сөйлей алады. Can he do sums? Яғни сұраулы сөйлемдер құрастырғанда, ол санай ала ма, есептей ала ма дегенді білдіреді. Немесе сыпайы түрінде ресторанға немесе кафеге барсаңыз, can I have a cup of coffee деп сұрауға болады. Яғни маған бір кесе кофе ішуге бола ма деген сұрау. Яғни жаңағы сіздің сыпайы түрде сұрағаныңыз болып саналады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк, пікір қалдырсаңыздар болады.